Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясы мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жасыл экономика қағидаттарын өндіріске енгізіп, кеңінен қолдану туралы бастамасын толықтай қолдайды. Соңғы жылдар экологиялық таза технологияларға көшу мақсатында көлемді жұмыстар атқарылды. Бұл үлкен істің елеулі бөлігі Қарашығанақ мұнай-газ конденсаты кенішіндегі көмірсутегі шикізатын өндіріп, өңдеу процесінде қамтиды. 2012 жылы Біріккен ұлттар ұйымының Рио плюс 20 саммитінен кейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мұнай өндірісінің жаңа даму векторын бекітіп, жасыл экономикаға ауысатынын мәлімдеді. Қазақстандағы жер қойнауын пайдаланушылардың арасынан Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясы алғашқылардың бірі болып, мемлекет басшысының бастамасын қолдады. КПО ілеспе газды қайта өңдеу бағдарламасын табысты жүзеге асыруда. Осылайша 2015 жылы газдың 99,85% залалсыздандырылды. Бұл әлемдік деңгейдегі озық көрсеткіш саналады. КПО ілеспе газды өтелдеу үшін жер қыртысындағы қысымды ұстап тұру үшін газды пластқа кері айдау арқылы жүзеге асырады. Сонымен қатар тазартылмаған газ Қазросгазбен арадағы ұзақ мерзімдік келісімге сай сатылады. Қала берді КПО-ның қажеттілігімен Батыс Қазақстан облысының жергілікті компанияларына электр қуатын өндіру үшін де сатылады. 2015 жылы алауда жағылған газ көлемі өндіріс орнында өндірілген газдың 0,15% құрады. Бұл өндірілген 1000 тонна шикізаттың 0,92 тоннасын құрайды. Ал бұрынғы Кеңес одағы елдерінде бұл меже 7,9 тонна. Бұл КПО-ның дүние жүзіндегі мұнай мен газ өндіруші компанияларының арасында жоғарғы жетістікке қол жеткізгенін көрсетеді. КПО өзінің барлық қызмет саласына тұрақты даму қағидаттары мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы жоғары стандарттарды ұстанады. Компания Қазақстан үкіметінің жасыл экономикаға көшу туралы барлық бастамаларын толығымен қолдайды. Бүгінгі таңда табиғат қорғау шараларына КПО бөлген инвестициялар мөлшері 309,7 миллион ақш долларынан асып түсті. Фариза Шамшы, 24 KZ.